DeepSeek платформасы жасанды интеллектке негізделген DeepSeek тілдік моделінің ақпаратты өңдеудің тиімділігі. Жасанды интеллектке негізделген тілдік модельдердің эволюциясы жасанды интеллект саласындағы зерттеулердің қарқынды дамуы нәтижесінде үлкен тілдік модельдер LLM пайда болды. Бұл модельдер табиғи тілді өңдеуде айтарлықтай жетістіктерге жетіп, мәтінді түсіну, генерациялау және талдау сияқты күрделі тапсырмаларды орындай алады. Мысалы, OpenAI-дың GPT сериал модельдері Google's Gemini, Bird немесе DeepMind, AlphaFold модельдері осы бағыттағы маңызды жетістіктер болып табылады. DeepSeek платформасы. DeepSeek жасанды интеллектке негізделген платформа және Қытайда 2020 жылы құрылған технологиялық компания. Ол тілдік модельдер, LLM мен код генерациялаушы құралдар жасап шығарады. Платформаның басты мақсаты күрделі мәтіндер мен сұрақтарды талдап, нақты әрі логикалық жауаптар ұсыну. DeepSeek өз өнімдерінде жасанды интеллект, бағдарламалау тілі, математикалық есептер шығару және ақпаратты дәл табу мүмкіндіктерін біріктіреді. Ең танымал өнімдері DeepSeek Coder, код генерациялау құралы, және DeepSeek LLM үлкен тілдік модель, ал DeepSeek R1 моделі OpenAI GPT-4 деңгейінде бәсекеге түсе алатын жүйе ретінде танылды. Платформа ағылшын және қытай тілдерінде жұмыс істейді және ғылыми зерттеу, оқу, білім, бағдарламалау салаларында кеңінен қолданылады. DeepSeek тілдік моделінің архитектурасы. DeepSeek Қытайдың жасанды интеллект саласындағы жетекші компаниялардың бірі. Жетекші компаниялар әзірледі бұл платформаны. Оның негізгі ерекшеліктері: біріншіден, Mixture of Experts архитектурасы. DeepSeek B3 моделі 671 миллиард параметрден тұрады, бірақ әр токенді өңдеу кезінде тек 37 миллиард параметр белсендіріледі. Бұл тәсіл есептеу ресурстарын тиімді пайдаланып, өнімділікті арттырады. Екіншіден, Multi-Hit Latent Attention MLA. Бұл механизм модельдің назар аударатын қабілетін күшейтіп, үлкен көлемдегі мәтіндерді тиімді өңдеуге мүмкіндік береді. Ақпаратты өңдеудің тиімділігі. DeepSeek моделінің ақпаратты өңдеудің тиімділігі бірнеше факторларға негізделеді. Бірінші фактор оқыту немесе шығару үдерісінің оңтайландырылуы. DeepSeek инженерлік инновациялар арқылы оқыту шығындарын төмендетіп, шығару үдерісін жылдамдатты. Екінші фактор ол жоғары өнімділік. DeepSeek V3 моделі кодтау және математика салаларында жоғары нәтижелер көрсетіп, басқа ашық модельдерден асып түсті. Үшінші фактор оқытудың тұрақтылығы. Модельдің оқыту үдерісі тұрақты болып, ешқандай қалпына келтіруді қажет етпеді. Бұл модель өте күшті, жақсы модель болып шықты. Басқа модельдермен салыстыратын болсақ, DeepSeek моделі өнімділігі жағынан басқа жетекші модельдермен салыстырғанда бәсекеге қабілетті. Мысалы, DeepSeek V3 моделі GPT 4.0 немесе Cloud 3.5 сияқты жабық модельдермен тең дәрежеде жұмыс істей алады. Бұл басқа жасанды интеллект түрлерімен салыстыру. Cloud-тың жасанды интеллект, қазіргі күнде мықты жасанды интелекттер, Cloud жасанды GPT, Gemini деген сияқты жасанды интеллекттермен салыстырғанда осындай нәтиже көрсетеді. Қолдану салалары жайында айтатын болсақ, қолдану салалары бағдарламалау, код генерациялау, түсіндіру үшін тиімді құрал, білім беруді, күрделі мәтіндерді талдау, түсіндіру арқылы оқыту үдерісін жеңілдетуге көмектеседі, ғылыми зерттеулерді қолдануға болады, үлкен көлемдегі деректерді өңдеу, талдау барысында қолдануға болады. Келесі шектеулер мен сын пікірлер. Жалпы DeepSeek моделі кейбір шектеулерге ие болып табылады. Мысалы, overthinking мәселесі. Кейбір жағдайларда модель логикалық циклдарға түсіп, жауаптардың дәлдігін төмендетуі мүмкін. Бұл мәселені шешу үшін M1 сияқты жаңа құрылымдар ұсынылған. Деректердің қауіпсіздігі мен цензура. Қытай заңнамасына сәйкес кейбір тақырыптар бойынша жауаптар шектелуі мүмкін. Бұл халықаралық пайдаланушылар арасында алаңдаушылық тудыруы мүмкін. Қорыта айтатын болсақ, бұл модель архитектуралық инновациялар мен тиімді оқыту әдістері арқылы ақпаратты өңдеуге, жоғары өнімділікке қол жеткізген үлкен мықты модель болып табылады. Кейбір шектеулер мен сын пікірлерді ескеру қажет. Сонда да бірақ бұл жасанды интеллект қазіргі күнде бәсекеге қабілетті жасанды интеллекттердің бірі болып табылады. Енді DeepSeek жасанды интеллектісіне кіріп көрейік. DeepSeek деп жазамыз. Және жаңағыдай DeepSeek деп шыққан бірінші сайтқа кіреміз. Қарасаңыздар, бұл жерде DeepSeek қытайша басталған. Біріншісін басамыз, аудармасаңыздар болады, немесе оң жағын басып мышканың. Енді мен Google аккаунтымен кіремін, өзімнің Google аккаунтымен жалғастырамын. Login with Google деп басасыздар. Өзімнің аккаунтымды таңдаймын. Продолжить. Енді қарасаңыздар, бұл жерде алғашқы беті Instant Expert деп тұр. Енді Expert деген жаңағыдай Expert түрінде Instant деген тез жауап береді. Енді қараймыз, DeepSeek Search деп тұр. Search деген интернеттегі ақпараттар негізінде жауап береді. Мысалы, біз Search-ке жазатын болсақ, интернет
дегеніміз не? Мысалы, search интернеттегі ақпараттарды іздейді, осындай интернеттегі ақпараттармен әдемілеп жауап береді. Енді өшіреміз. Ары қарай DeepSeek'ті қосамыз. DeepSeek деген енді интернет тарихы, оны зерттеген ғалымдар, оны былай айтайық, ақпарат түрлері, жоқ, жасанды интеллект туралы жазайық. Жасанды интеллект туралы мақалалар қажет. Енді қараймыз, жасанды интеллект туралы мақалалар қажет дедім. Бізге ойланып, қазақ тілінде жасанды интеллект туралы мақалалар қажет деп сұраныс өңделіп жатыр. Қарасаңыздар, ғылыми мақалалар Google Scholar'дан қарай алады, JSTOR-дан, қазақ тілінде ақпарат көздері Егемен кз, Информ кз, әртүрлі сайттардан сіздерге әдемілеп тұрып не іздейді, ақпараттар іздейді, немесе іздейтін сайттарды сіздерге шығарып береді. Қараңыздар, барлығын әдемі сіздерге әдемі ұсынылған түрде жасап береді. Жалпы DeepSeek'пен көбірек жұмыс, жалпы документпен жұмыс істеу үшін жаңағыдай мынаны басасыздар, документті ары қарай жүктеп, сол арқылы жұмыс жасай беруге болады. Келесі сабақта кездескенше аман сау болыңыздар.